Бірінші сабақта біз уже регистрация өттік. Бұл сабақта уже кіреміз біз сразу официальный сайтқа. Мына Коза Бебек русскийді таңдап авторизировать етіп кіреміз. Мына жерде өткендегі электронный почтаға кіреміз и өзіміз ойлап тапқан пароліміз жазамыз бұл жерге. Мінекей официальный сайтқа кірдік уже полностью. Русскийді таңдаймыз. Енді мысал үшін Бебек Mevlut Look дегенді басып, мына каталогқа кіріп уже мысал үшін мына жерде көріп отырсыздар, неше түрлісін. Мысал үшін примерно мына серіді басайық, мына серіді көрейік үшін. Мысал үшін осы модельді басатын болсаңыз, мынаны уже неше түрлі түстері шығады. Соны мысал үшін көк бар, басқа цветі бар, мынандай оранжевый бар. Соны астына түсіп, уже возрасты бірінші таңдайсыздар, мына жерде көріп отырсаңыздар, мына возраст. Одан кейін мына бір цвет таңдаймыз. Мысал үшін бұл оранжевый, количествосын жазасыз. Добавить корзину. Мына жерде жүрген